Muhammed, tarixtағы ең ұлы адам. Майкл Харт есімді адам айтты. Жалпы Майкл Харт ол кім? Майкл Харт сізбен біздің замандасымыз, тарихшы әрі математик. Бір күні ол басқа да тарихшылар мен биографтардың басын қосты. Олар айтты: адамзат тарихында болған 100 ұлы тұлғаның тізімін жасайық деді. Оларды таңдау барысында түрлі әсерлерге берілмей, жан-жақты болу үшін Майкл Харт пен оның серіктері компьютерді қолданды. Компьютерге олардың атқарған істері, алға қойған мақсаттары, ерекше қасиеттері, айрықша қабілеттері, жеткен нәтижелері мен адамзат тарихына ықпал әсері секілді барлық мағлұматтар салынды. Қысқаша айтқанда, олар тарихтағы 100 маңызды деген тұлғаны категорияларға бөліп, 32 түрлі параметр бойынша анықтады. Майкл Харт қандай нәтижеге қол жеткізді дейсіз ғой? Майкл Харт ерекше толқыныспен компьютер нүктесін басады. Экранға Muhammed деген жазу шығады. Оның жасаған тізімінен бірінші орындалды. Бұл Харт пен оның әріптестерін қолайсыз жағдайға түсіреді. Олар бір жерден қателік кеткен шығар деген оймен қайта сараптау жұмыстарын жүргізеді. Компьютер айнасына Muhammed деген жазу қайта шығады. Бұған қанағаттанбаған Харт пен әріптестері тексеру жұмыстарын бірнеше мәрте қайталайды. Бірақ нәтиже өзгермеген соң, ғалымдардың мұны мойындағаннан басқа амалдары қалмайды. Өйткені бұл олардың өздері жасаған параметрлері бойынша анықталған лайықты нәтиже еді. Сонда Майкл Харт былай деді: маған салса, мен Иса пайғамбарды таңдар едім. Өйткені өзім христианмын. Ал егер әділ болсақ, белгіленген параметрлер бойынша мен Исаны таңдай алмаймын. Өйткені Иса әке болмаған, ал Muhammed болды. Иса ешкімге күйеу болмады, ал Muhammed болды. Иса мемлекет қызметкері болмады, ал Muhammed болды. Иса жауынгер болмады, ал Muhammed болды. Иса мемлекет басқармады, ал Muhammed басқарды. Сонда Майкл Харт және жанындағы мамандар айтты: адамзат тарихына елеулі өзгерістер алып келген және тарих жазбаларында ізі қалған ұлы адам ол Muhammed болуы тиіс. Және бұл қорытындыны атақты Нью-Йорк Таймс журналының архивінен таба аласыз. Кітаптың өзін ақштан, Австралиядан болмаса желіге кіріп Майкл Харт деп іздесеңіз, жоғарыда айтылған ақпаратқа өзіңіз де куә боласыз. Ендігі кезекте Muhammed саллаллаху алейхи уассалам жайлы айтқан өзге де танымал тұлғалардың сөзін келтірейін. Джордж Бернард Шоу былай дейді: егер Muhammed секілді жалғыз адамға қазіргі заманды басқаруға берсе, ол осы дүниенің түйткілдерін шешіп, осы өмірде жетіспейтін бақыт пен тыныштықты орнатар еді. Мен оны сондай керемет антихрист болудан алыс күйінде таныдым. Ол адамзатты қараңғылықтан құтқарушы. Егер келесі 100 жылдықта Англия мен Европаны басқаратын дін мен билік болатын болса, ол ислам діні болар еді. Майкл Харт айтты: менің таңдауым Muhammed. Менің әлемнің ең ықпалды адамдарының тізімін Muhammedтен бастауым оқырмандарды таңдандыруы және олардың келіспеушілігін туғызуы мүмкін. Алайда адамзат тарихында дін және дүниесінде ғажайып табысқа жеткен жалғыз сол ғана. Қазір оның дүние салғанына 14 ғасыр өтсе де, оның әлемге етер ықпалы өте зор. Ағылшын философы Джон Остин: ол әлемді өзгертуге арналған тұтқадан ұстады дер едім. Өйткені бір жылға жетер-жетпес уақытта Мәдинаның рухани әрі зайырлы басшысына айналды. Әлем бойынша миллиардтаған адамдар соңғы 14 ғасырдың ішінде Muhammedтің саллаллаху алейхи уассалам діни тәлімін қабылдауда. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Жазу сызудан сауаты жоқ жетім, Арабияның таңдай кептірер шөлінде өскен, даму артта қалған қоғамды алдыңғы қатарлы өркениетке айналдырды.
өзіндік көзқарастарын, өмірлік принциптерін айналдырған адамзат тарихындағы жалғыз патша. Ол Меккеде жетім болып дүниеге келді. Сол Меккеде өсіп жетілді. Оны Меккеден қуды. Дұшпанның қыспағы оны Меккеден шығуға мәжбүр қылды. Сөйтіп оны қуғын сүргінге ұшыратты. Оның артынан ерушілерді өлтірді. Бірақ Алла оған 23 жыл өткенде Меккеге жеңіспен, абыроймен кіруді нәсіп етті. Ол Меккеге әскермен кірген сәтте дұшпандарының бәрін кешірді. Өйткені ол шақырып жүрген нәрсесіне өзі де амал ететін. Осыдан кейін ол елшілігін жер-жерге жолдады. Ол елшілігін Араб түбегінің сыртына жолдады. Ислам мемлекеттік жүйе ретінде құрылды, басқару нысаны ретінде. Ол басшы болды, бірақ ішіп жеуі, жүріп тұруы, бала күнінде қандай қарапайым болса, солай қала берді. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам әділетті әрі шыншыл болды. Ол отбасын байлыққа кенелткен жоқ, достарына да таратқан жоқ. Ол бүгінгі таңдағы президенттер, төрағалар, әкімдер, қазылар, немесе бұрынғы өткен патшаларға ұқсап өзіне ұнағандардың пайдасына үкім шығарып, және өзі сүймейтіндерге қатаң үкім тағайындамады. Ол осы әлемнің адамы бола тұра үнемі шексіз ақырет жайын ойлаған. Өйткені кемшіліктерден пәк Алла оған мынандай аят түсірген: «Уәл ахирату хайру ва абақа». Ақырет қайырлы да тұрақты. Оның елшілігі адамдарды жаратқан иесіне құлшылық етуге шақыру еді. Жер бетіндегі әділетсіздікті жойып, адамдар лесетіндей көркем мінез құлықтың өнегесін көрсету еді. Біз Құран оқығанда осы хабарларды оның әрбір парағынан байқаймыз. Мұхаммедті Алланың игілігі мен сәлемі болсын кез келген әміршіден, кез келген елшіден, кез келген пайғамбардан, жалпы адамдардан ерекше қылатыны да осы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан ешкімге қол көтерген емес. Қызметшісіне де, жұбайына да, балаға да, досына да, жауына да тек дұшпанның Аллаға және елшіге қарсы шыққанын айтпағанда. Пайғамбарымыздың сахабалары соғыс алаңында оны көргенін сипаттағанда: Алламен ант етеміз, ол шайқасқанда қалың жаудың ортасында жүретін. Біз кейде оның маңынан қорған іздейтінбіз, біз оның артына тығылатынбыз дейді. Міне, ол қандай жауынгер болды, және соғыс майданында бұйрық беріп қол бастап, Алла жолында шайқасып, сарбаз қатарынан да табыла білді. Ал ол жаугершіліктен тыс уақытта назарын төмен салатын еді, жұмсақ сөйлейтін еді. Ол әдепті болды, адамдарға жылулық танытатын, жаны жайсаң, қамқор, парасатты адам еді. Сонымен қатар ашты тамақтандыратын, кедейлерді зиярат ететін, әскерді басқаратын, мемлекеттік істермен айналысатын, қазылық қылатын, еркектермен сұхбаттасатын, әйелдермен сұхбаттасатын, зекет беретін, өз киімін өзі жамайтын, үйін тазалайтын, тамақ сатып алатын, бізбен сіз жасайтын істерді атқаратын, ал түнде 4-5 сағат намаз оқитын. Өкінішке орай, аяғы сигенше намаз оқитын пайғамбардың көзі сигенше ұйықтайтын үмбеті болдық. Келесі күні қайтадан шайқасқа аттанатын, әскерге бұйрық беретін, Құранды үйрететін, ел ішінде адамдардың хақысын беріп жүріп, түнде ұзақ қиямда, рүкухте, сәждеде жатып, үмбет үшін дұға жасап жылайтын. Бұл істердің бәріне қабілетті қандай адам бар дерсің? Елші, пайғамбар, елшілікпен келген адам. Ей иман келтіргендер және иман етпегендер, Мұхаммед Құранға сәйкес мұсылмандарға куә болды. Ол барлық адамдарға жұмсақтық танытатын, оны әлемге мейірім етіп жібердік. Ол бұлтартпас ақиқатпен келді. Ол оқып жаза алмайтын пайғамбар еді. Ол мұсылмандардың куәгері, ал мұсылмандар адамзатқа куәлік етушілер. Ол еліктеушілікке лайықты үлгі. Ол адамзаттың соңғы пайғамбары. Ол барлық адамдар мен жындарға елші етіп жіберілген. Ол барлық жүйені жеңген адам. Ол биік мақсатқа жаратылған жан еді. Ей иман келтіргендер және иман етпегендер. Адамзат тарихында оған тең келетін адам жаратылмаған. Конфуций де, Будда да, Ескендір де, Наполеон Бонапарт да, Юлий Цезарь де, Константин де, Махатма Ганди де, Уинстон Черчилль де, Чарльз Дарвин де, Карл Маркс де, Альберт Эйнштейн де, сіздер де, мен де, біздің ата-анамыз да, аталарымыз да, бабаларымыз да пайғамбарымызға
Алланың игілігі мен сәлемі болсын деңгейлес бола алмайды. Және мұсылман еместерге айтарым, үйіңізге барғанда Мұхаммед жайлы оқыңыздар, әрине батылдық танытсаңыздар. Егер өзгерістен қорықпасаңыз, Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам өмірбаян ашық санамен, шынайы ниетпен оқығаннан кейін сіздің жан дүниеңізде, өміріңізде, жүрегіңізде, отбасыңызда оған деген махаббат пен құрметтің пайда болатыны сөзсіз. Әлбетте одан кейін сіз де оның соңынан еруші болғыңыз келеді. Осылай жасау арқылы сіз оның абыройын асқақтатып, үмбетіне қандай да бір пайда келтіре алмайсыз. Бірақ сіз өзіңізге пайда келтірген боласыз. Сондықтан да біз сіздерді оның елшілігі мен ақиқатын қабылдауға, түсінуге шақырамыз. لا إله إلا الله. Ақпарат ұнаса арнамызға жазыл.